Қайырлы күн, достар. Бүгінгі 16-шы сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Токиоға саяхат жасаймыз. Жапония қаласына барамыз. Яғни, бүгін біз видео көреміз. Смотрим про Токио. Жаңа сөздерді тыңдаймыз және үйренеміз. Будем с вами смотреть и слушать, изучать также новые слова. Жайлап жайғасыңыз, әлем астанасы болуға лайық гигант қала Токиоға саяхатымыз бастаймыз. Токиомен танысу Шибуя ауданынан басталады. Ғалып лет экрандар, пойыз, көлік, музыка, бір сөзбен айтқанда бұрқылдап жатқан қызу тіршілік. Алып, огромный, большой. Токиодан Харадзуки кварталына ауысайық. Бұл Харадзуки ауданына ауысайық. Давайте перейдем. Одан сән үлгісін көрсететін подиумға да ұқсайды. Мұндағы жастардың киімі, шаш үлгісі, кроссовкасы бәрі ерекше. Киімдері де бір-біріне ұқсамайды. Бұндағы жастардың киім үлгісі жастар, жас молодой, жастар молодежь. Киім үлгісі образ, стиль одежды. Шаш үлгісі прическа, ерекше, особенный, бір-біріне, друг на друга ұқсамайды, не похоже. Мұғалім теңгеге шаққанда 2 миллион, дәрігер 6 миллион теңге жалақы алады. Қарапайым даяшының жалақысы 800 мың теңгеден басталады. В этом эпизоде я не буду переводить, так как я хочу, чтобы вы сами услышали. По этим видео вы будете отвечать на вопросы. Токио метросы әлемдегі ең ірі метрополитен. Метрода қазір 13 линия және 285 станция бар. Күн сайын транспорттың бұл түрін 10 миллиондай адам пайдаланады. Міне метро іші палата сияқты тап-таза. Вагондарда телефонмен сөйлесуге болмайды. Бұл метродан шығып қайта қала аралайық. Токио жазда тымыстық әрі қапырық. Далада көп жүру өте қиын. Мынандай автомат дүкендер көп орналасқан. Мұнда сусын, шоколад, ойыншықтан бастап іш киімге дейін сатылады. Токио билігі автоматтар арқылы дүкендерге кететін жерді үнемдеуге тырысады. Токио билігі осы дүкендерге кеткен жерді автомат арқылы үнемдеуге, үнемдеуге тырысады, старается экономить. Құрылыс. Осы мұнара арқылы Жапонияның телерадиолары мен ұялы телефон операторлары сигнал алады. Жапондар 634 метрлік мұнараны небәрі 4 жылда салып 2012 жылы ашты. 350 қабатқа көтерілу құны шамамен 12 мың теңге. Ал мына лифт сізді мұнараның 350 қабатына бар жоғы 40-45 секундта жеткізеді. Ғимарат құрылыс туралы айтып қалдық қой. Жапонның бөлмелері тар. Мәселен, мұна мен тұрған 4 жұлдызды қонақ үйдің бөлмесі. Мұнда үй бағасы қымбат. 5-6 шаршы метрлік осындай шағын пәтерлерде тұрады. Бір символы сакура. Көктемде сакураның гүлдегенін көру үшін Жапонияға миллиондаған турист келеді. Жапонияда сакура әдетте көктемде сәуірде гүлдейді. Жапонияда әдетте сакура көктемде сәуірде гүлдейді. Әдетте, обычно. Сәуірде, көктемде гүлдейді. Сәуір, апрель гүлдейді, расцветает. Көктем мы знаем, уже проходили до этого. Вот такие вот видео сегодня мы с вами прошли. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Міндетті түрде үй тапсырмасы жұмыс дәптерінде болады, жаңа сөздер сөздікте болады. Рахмет, сау болыңыздар.